Саламатсыздар ма, құрметті жас түлек, сіздермен бірге бүгін бір формуланы жақсылап тұрып талдап, артты кеміді дегенге байланысты есептерді көрсететін боламын. Яғни ол ертең нағыз ұбт-да как минимум бір немесе екі сұрақтан келеді. Сондықтан видеоны жақсылап тұрып соңына дейін қараңыз, өйткені бұл сізге пайдалы болуы мүмкін. Кеттік, бұл формуланың шығу тарихын бірінші түсініп алайықшы. МКТ молекулалық кинетикалық теория. Сода P тең нью RT деген формуладан шыққан. Осы жерде нью мен R табу үшін Т көбейтіліп тұр. Мына жаққа P-ның астына не өтеді? Бөлу өтеді. Міне осы нәрседен шыққан. P бөлінген Т деген. Дәл осы нәрсені сіздерге түсіндірем. Кімнің қайдан не болып жатқан. Мысалы, ертең ұбт-да бірінші жағдаят қысым екесе артты деп келіп қалсын. Мысалы, 2π деп қояйық, екесе артты деп келіп қалсын. Сол кезде артты десе 2-ке дейсеміз, қысымды көбейтеміз. Сол кезде сізден екі түрлі вариантта келсе көлемді және температураны сұрайды. Екеуін де түсіндірем. Егер қысым екесе артып көлемді сұрайтын болса, көлем екесе кеміді деген жауапты белгілейсіздер. Немесе былай істейсің. Көлемнің астына 2 қойып қоясың. Неге олай жасайсың? Өйткені 2 мен 2 қысқарып, сол баяғы P бөлінген Т деген күйіне келу керек. Ал егер температураны сұрайтын болса, қысым екесе артып, температура десе 2-ке көбейтеміз. Өйткені 2 мен 2 қысқарып, қайтадан P бөлінген Т күйінше келу керек. Мысалы, P бөлінген Т температурасы екесе артсын десін. Сонда қысымда не істейді? Екесе артады. Өйткені екеуі бірімен қысқарып, қайттан дәл осы формула күйінше не істеу керек екен? Келу керек екен. Дәл осында осы айтылған екі жағдайы дұрыстап жаттап алыңыздар, ертең ұбт-да осы нәрсені сіздер